Сәлем балалар, қалайсыңдар? Сабағымызды бастамас бұрын төмендегі суреттерге назар салайық. Төменде ненің суреттері берілген? Қане бәріміз бірге айтып көрейікші. Шана, шар, шаңғы. Жарайсыңдар балалар. Ал осы сөздер қай әріптен басталып тұр? Дұрыс айтасыңдар. Ш әріпінен. Яғни біз бүгін Ш әріпімен танысатын боламыз. Ш дыбысын бірге айтып көрейік. Ш, ш, ш. Жарайсыңдар. Ал бізде Ш қандай дыбыс? Дұрыс айтасыңдар. Дауыссыз дыбыс. Дауыссыз дыбысты қандай текшемен белгілейтін едік? Көк текшемен. Балалар, енді Ш дыбысымен әріпі кездесетін сөздерді бірге оқып көрейік. Шар, шана, шара, шаңғы, шырша, шелек, шаңсорғыш. Жарайсыңдар. Ал Ш дыбысы басқа қандай сөздерде кездеседі екен? Бірге білейік. Ол үшін бейнероликке назар саламыз. Ш әріпі. Шағала, Шағала, шана, шана, шортан, шортан, шырша, шырша, шошқа, шошқа, шөп, шөп, шегіртке, шегіртке, шелек, шелек, шам, шам, шалбар. шалбар. Ш әріпі. Балалар, енді Ш әріпін бірге жазып үйренейік. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.